Менің есімім Рүстем Ермекбай, жасым 30-да. Мен осыдан бірнеше жыл бұрын қалтамда небәрі 35 мың теңгемен Сабыржан Айрин брендін бастап, қазіргі таңда ол холдинг мына жерде негізі 300 миллион деп жазып тұр. Бірақ қазір біз 570 миллион теңгеден астам ақша айналым бар, үлкен холдингке айналдық. Бірінші кәсіпкер болғысы келетін адам шешім қабылдау керек. Нақты шешім. Менің қолымнан келеді, жасап көрейін, кейін көре жаттарымыз болмай қалса, если що, мен жұмысқа тұра саламын, болмай қалса, мен жаңағы ауылға қайта саламын, болмай қалса, тағы бір нәрсені жасайтын деген секілді. Күмән, сенімсіздік, қорқыныш, осының барлығы адамның негіз кәсіпкер болуға өте бір қиын жағдай туындатады. Сондықтан бірінші негізінде шешім қабылдау керек. Мен 2006 жыл Қазақстанға алғаш рет келген кезімде бірінші бизнесімді 2013-те бастадым, бірақ 2006-та келген кезімде мен жатақханада 3 айдың ішінде нөлден жеке өзім ешқандай риэлторға бармай, ешқандай курстарға бармай, ағылшын тілі методикасын үйренуді методикасын ойлап таптым, және 3 айдың ішінде мен нөлден өте мықты меңгердім. Соның арқасында 2011 жыл Алматыға келген кезде мен бір мықты кәсіпорында жұмыс жасадым. Ол жерде айлығымды өте жақсы еді, бірақ менің қуанышым бір аптаға ғана созылды, өйткені менің айлығым генеральный директор, сол халықаралық компанияның генеральный директорының айлығымен салыстырған кезде 12 есе разница бар еді. Ал жасымызда есе мен сол кезде 22 жастамын, 33 жыл. Яғни мен 12 есе айлығымды өсіру үшін 33 жыл уақытымды жұмсауым қажет болды. Сол кезде мен бір аптадан кейін сол генеральный директорға қарап, маған сол шапалақ сияқты тиген соң, мен шешім қабылдадым. Мен кәсіпкермен, жеке бизнеспен айналсам деген нақ шешім қабылдадым. Өйткені мен алдағы уақытта 33 жыл уақытымды бекерге өткізгім келген жоқ ол компанияда. Сол кезден бастап 1,5 жыл мен идея, басты шешім қабылдасаңыз, кәсіпкер нақты шешім қабылдайтын болсаңыз, басты сізде идея болмауы мүмкін, сізде қаражатыңыз болмауы мүмкін, тәжірибеңіз болмауы мүмкін, неважно. Ең бастысы шешім қабылдаңыз. Шешім қабылдағаннан кейін идея, жаңағы керекті адамдар, керекті есіктер барлығы өзі ашылады. Ең басты шешім қабылдау керек. 1,5 жыл ізденіп жүрдім, 1,5 жылдан кейін сол 100 теңге уставной капиталмен, 100 теңге уставной капиталмен мен ағылшын тілін курсын аштым, өйткені экспертность барлығы бар, сол методика бойынша. Қарапайым сайт жасадым, 3 күннің ішінде бесплатный площадкаларға сату, OLX и так далее, соларға объявление бердім, бесплатный мастер-класс, келіңдер, 2 сағат тыңдаңдар, если що, жазыласыңдар деп. Кейін 60 адам қатысты мастер-классқа, 30 адам предоплатамен ақшасын алдым, сразу барып офис алдым, приблизительно 80 квадрат. Осы аптада тағы екінші мастер-класс бесплатный өткізіп, сол жерде предоплаталарды курсқа жинап, мебель сатып алдым. Бір айдан кейін ол жерде орын болған жоқ. Бір айдан кейін уже біз 300 квадрат үлкен офиске көштік. Кейін 7 айдан кейін мен сол бизнесті просто үйде жатып отырып, действующий бизнесті сатып көрсем бе деп, қайттан сол сату OLX-терге қойып, 40 мың долларға оценить еткем, 33 мың долларға 100 теңгемен ашылған бизнесті 7 айдан кейін саттым. Содан кейін 2000 бұл мен кез келген кәсіпкерге айтам, негізінде ақшасыз бастағандарыңыз дұрыс. Өйткені өте көп қате жасайсыздар. Сондықтан ақшасыз гипотезаны тез тексерулеріңіз қажет. Сөйтіп, мен қызым туылады, Сабыржан Айрин, мынау өте мықты сурет. Сабыржан Айрин менің қызым, Сабыржан менің әкемнің аты, Айрин менің қызымның аты. Айрин туылатын кезден алдын біз қандай бизнеспен алдағы уақытта айналысатынымызды білген жоқпыз, бірақ біз забрендировать ету үшін мықты бір ат ойлап тапқымыз келді. Сөйтіп Айрин туылады, мен жаңа кәсіп сатам, одан кейін банкрот болам. Кейін Айрин туылып, осы 2015 жыл біз зоопаркта мынау Happiness деп тұр ғой, футболкалар, семейный футболкалар киіп жүрген кезде байқадым. Бұл жерде идея, ол кез келген моментте туылады. Маған адамдар өте көп қарады бізге, тамсанып, иә. Сол кезде не үшін бұл футболкаларды, отбасылық футболкаларды қазақи нақышта жасауға болмайды деген бір сұрақ туындаған. Өйткені мен өзім Өзбекстаннан келген қазақпын, менің келіншегім Монғолиядан келген қазақ. Біз кішкентай кезден бері қазақи нақыштарды, қазақи оюларды, бізде дефицит болған сондай нәрсе. Сондықтан біз осы мәселені туындатып, 2015 пен 2018 арасы бізде өте үлкен бір қарқынды даму болды. Өйткені шешім қабылдап болғаннан кейін кеттік келесі слайдқа. Бірінші шешім қабылдадыңыз, кәсіпкер боламын деп. Екінші, басты қабілетті анықтау. Бизнес кез келген ол ойын сияқты, спорттық ойын. Футболды кім ұнатады? Футбол. Білесіздер, иә, футболды. Футболда басты қабілетіңді бірінші былай айтып өтейін. Исхақ Адизовтың
Ицхак Адизовтың «Управление жизненным циклом корпорации». Осы кітапты мұқият бір оқып шықсаңыздар болады, оқығандар болса, молодцы, оқымаған болсаңдар оқып шығыңыздар. «Управление жизненным циклом корпорации». Ицхак Адизов. Сол кітапта 4 тип болады бизнесте. Предприниматель, сіз өзіңіздің басты қабілетіңізді анықтауыңыз керек. Кәсіпкерсіз бе, кәсіпкер емессіз бе? Өйткені кәсіпкер ғана ол жаңағы администратор емес, ол жаңағы бухгалтерияны түсінбеуі мүмкін, ол человек продукт болмауы мүмкін, мысалы. Сол секілді бірінші басты қабілетіңді анықтайсың. Либо ты предприниматель, либо ты администратор. Администратор ол ешқашан предприниматель болмайды. Кез келген компанияда осы 4 адам болу керек. Бір адамның мойнында 4 қабілет болмайды. Сондықтан бір адам мысалы бизнесті шауып кетемін десең, кәсіпкер қанша болғаныңмен сенің компанияның всегда хаос, всегда система бітпейді, продукт мықты болмайды. Сол секілді басты қабілетіңізді анықтаңыз сол кітап бойынша. Қарапайым тест бар, оның бәрі тегін, пай тесті. Человек предприниматель, человек интегратор, человек администратор, человек продукт. Қайсы екеніңізді белгілеңіздер. Одан кейін бұл бірінші басты қабілетіңізді анықтайсыз. Екінші, футболда ойынның ережелері бар. Футболда қызыл карточка алып қаласың, сары карточка алып қаласың. Сол ережелерді футболда қай кезде офсайд болады, қай кезде жаңағы нарушение жасайсың, сол ережелерді білуің керексің. Бизнесте де дәл солай. Сен заңды білуің керексің. Салық заңы, кеден заңы, басқа да договорлар бар. Мен өйткені өте көп қате жасадым. Сондықтан бұл қазір айтып жатқан әрбір сөзім миллиондаған ақшаның қателік арқылы жасалған тертөкпен түскеннің айтып отырмын сіздерге. Бірақ қарапайым болуы мүмкін негізі, бірақ оңай. Ереже, басты қабілетіңді анықтайсың, одан кейін ереже, бизнестің ережесін білесің. Ол қиын емес. Үшінші есеп жүргізесің. Есеп. Футбол ойнап жатқан кезде білесіздер табло бар. 2-де 1, 1-де 3, 4-де 1 ойыншылар егер жеңіп жатса, мотивациясы мықты. Барлық ойыншылар бірігіп қуана ойнайды. Ал егер жеңіліп жатса, мотивациясы төмен, бәрі жеңіліп қалуымыз мүмкін ғой деген сияқты. Сол секілді бизнесті ашқан кезіңізде міндетті түрде даже арзымаған бір выручка болса да есепті жүргіңіздер. Сіз жеңіп жатсыз ба, әлде жеңіліп жатсыз ба? Яғни табыс тауып жатсыз ба, әлде расход жасап жатсыз ба? Өйткені ол өте маңызды. Сол секілді жаңа басты қабілетті анықтау. Сіз командада кімсіз? Тренер, немесе капитан команды, немесе нападающий. Көбінесе предприниматель, кәсіпкерлер ол нападающий. Это люди, которые продают, это люди, которые маркетингом занимаются, это нападающие. Одан кейін ортадағы ойыншылар, олар көбінесе люди продукт, который продукт обеспечивает. Ал защитада жүргендер, олар юристтер, администраторлар, бухгалтер. Вратарь это бухгалтер, который не пропускает в ворота мяч, да? Түсінікті ғой. Шешім қабылдаймыз, одан кейін басты қабілетті анықтаймыз, бизнестің ережелерін білеміз, кейін есепті жүргіземіз. Мақсат қою, яғни 15 жылға аламыз. Бірінші ұзақтан не үшін сен мысалы футбол ойнаған кезде сен өміріңнің аяғына дейін соны айналысқың келетін болса, сенің бір мақсатың болу керек. Кем ты хочешь быть? Әлем чемпионы ма, Европа чемпионы ма, Лига чемпионов па, или республика чемпионы ма, или областной чемпион ба, или қаланың чемпионы ма, или кішігірім бір дос балалардың арасындағы футбол клубтың бір соның арасында чемпион болғың келе ма? Соның мақсатты айқын анықтап алсаң, ары қарай ең бастысы направлениені қойдың, бағытты қойдың, ары қарай шамалы жүре бастасаң, уже керекті вайнерлеріңде, блогерлеріңде, жұлдыздарыңда, басқа да әйтеуір жолың ашыла береді. Өйткені сен ана мақсатыңды қойдың. Соған нақты жүретін болсаң, ары қарай ойламауың керексің. Сен қалай оған жетемін, не істеймін деген секілді. Оны кейін стратегия жағында айтып өтемін. Сондықтан 15 жылға бірінші мақсат қоямыз, кейін сол мақсаттың негізінде 10 жылға төмендейміз, кейін 5 жылға, кейін 3 жылға, кейін 1 жылға, кейін 6 айға, кейін квартальный, кейін 1 айға. Сол 15 әрбір действияларыңыз сол кезде тез жетістікке жетесіз. Өйткені мен айтып өткенімде 35 мың теңгемен басталған бизнес ешқандай тәжірибе болған жоқ бізде. 2015-те бастадық, қарқынды дамып кеттік, біз ақша көп түсті, 3 фабрика аштық, біз 20-дан астам дүкен аштық, кейін 2017 жыл 80 миллионға кассовый разрывқа болған бізде. Сол кассовый разрывтың арқасында менен сұрайтын болсаңыздар, ең мықты жетістігім қай күні еді десе, өткенде мен бір тренинг жасаған кезде, интенсив, сол кезде менен сұрады, ең мықты жетістікке жеткен күніңіз қай күніңіз дегенде, мен сол қателік жасаған күнім, үлкен қателік жасаған күнім мен ең үлкен жетістігім деп айтқан болатын. Кеттік. Егер сізде кез келген қызмет жасайсыз ба, әлде продукт, өнім өндіресіз бе,
осы бір қағиданы ұмытпасаңыз, сіз міндетті түрде жетістікке жетесіз. Ол ерекшелік, яғни уникальность. Любой товардың немесе қызметтің уникальность болу керек. Егер сіз басқалар секілді ешқандай конкурентный преимуществоңыз болмайтын болса, мысалы, обычный конкуренция айтам, көбісі мына жер студенттер, мектеп оқушылары резюмені қазір компанияларға тапсырған кезде, университетке тапсырғансыздар, ертең жұмысқа тұрасыздар, резюме тапсырған кезде қарасаңыздар, көбісі интернеттен алған қарапайым скачанный резюмелер. Все пунктуальные, все ответственные, все решительные, все вовремя приходят и так далее. Сол неде көбінесе солай жазылады. И ол жерде негізі конкуренттің преимущество жоқ. Сол секілді уникальность болу керек. Сіз өзіңізді сатасыз, постоянно. Аты жөніңіз кім болса, сіз продуктсыз. Өміріңіздің аяғына дейін сіз өзіңізді сатуыңыз керек, постоянно. Сондықтан уникальный. Әрбір адам, қазір әлемде өткенде 7-6 миллиард адам болды. Мынау отпечатки пальцев уникальны у всех. Нету идентичного отпечатка пальцев. То есть екі адамның отпечатки пальцев ұқсамайды. Сол секілді сіздер ерекше болуыңыз керек, өзіңіздің мойныңыздағы ерекшелікті алуыңыз керек. Өнім болса өнімде, ал қызмет болса қызметте. И мына жерге келген кезде құндылық. Бізде Сабыржан Айренде біз ерекшелігіміз ол қазақи оюдағы киімдер. Ол уникальный дизайндар, олар неповторимый дизайндар, оның барлығын біз с нуля өзіміз жасаймыз. Ал құндылық есе бұл қазақтың мәдениеті, қазақтың салт дәстүрі, қазақтың отбасылық құндылықтарын біз алған болатынбыз. Соның арқасында біз өте тез қарқынды дамыдық. Ал маған қарап жатыр. 4 сұрақ. Бизнес жасаған кезде 4 сұрақты міндетті түрде шешім қабылдадық, басты мақсатымызды анықтадық, кейін мақсатты қойдық, енді 4 сұрақ. Ары қарай жұмыс жасау керек. 4 сұрақ. Егер қиналған кезіңізде осы сұрақты қойыңыздар, немесе мақсат қойған кезіңізде осы сұрақтарды қойыңыздар. Обычный қарапайым сұрақтар. Неге жетем? Мақсат, қандай мақсатқа жетем? Қашан жетем? Кейін қалай жетем? И кіммен жетем? Осы 4 сұрақ. Осы 4 сұраққа дұрыс жауап беретін болсаңыз, жолыңыз өте оңай болады, и көп ошибкаларды, көп қателікті сол кезде жасамайсыз. Осы сұрақтарға жауап беретін болсаңыз. Мысалы, бізде 2 жылға қойған жоспарымыздың бірі, біз енді Сабыржан Айренде 300 жылға менің жоспарым бар, негізі 300 жыл. Содан кейін келетін былай төмендеп келетін болсақ, 2 жылдық жоспарымыз бізде 2 жылдың ішінде sabirjanairen.com, қазір Ламода, Wildberries секілді интернет дүкен болып жатыр. Мына жерде қазір залда біздің ресми серіктестеріміз де отыр. Ресми серіктестеріміз бар ғой, Сабыржан Айреннің. Так. Бір-екі қалғандар шығып кетті ме бәрі? Сабыржан Айреннің ресми серіктестері бар. Ол Uber'дің, Airbnb'дің мен 2 жылдан бері зерттеп келе жатқан бір керемет система. Ол кезде барлық жастарға, барлық кәсіпкерлерге керемет мүмкіндік бар. Табыс табуына болатын. Осы 4 сұрақты қойған кезде 2 жылдың ішінде біз 1 миллион тұтынушысы бар үлкен бір интернет дүкенге айналуды жоспарлап отырмыз. Келесі. Так, әрекет және мінсіздік. Әрекет кезінде мінсіздік көп кәсіпкер бастаған кезде идеальный жасағысы келеді. Көбінесе басын ауыртады. Логотип мына жер қызыл болсын ба, қисық болсын ба, зеленый болсын ба, тени болсын ба деп көп уақытты кетіреді. Яғни идеальный жасағысы келеді. Идеальныйды вообще бас тартыңыздар, өйткені бизнесте бұл жүрмейді. Сенің ойың мен нарықтың ойы мүлдем басқа. Сондықтан бірінші әрекет, тест, гипотеза міндетті түрде. Мен кез келген бизнесті, бізде қазір проектте 5 бизнес бар, кез келген бизнес бастаған кезде ақшасыз 1 аптаның ішінде мен сол бизнестен ақша табуым керек. Ақша көрген кезде мен мотивация болады, и осы бизнесте ақша бар деген сөз. Сондықтан әрекет жасаған кезіңізде 3-4-5 қағидасы бар. 3-4-5. Бірінші 3-ке жасайсыз. Қалай, как мысалы бір өнім жасайтын болсаңыз, біздің алғашқы футболкаларымыз көрсеңіз қалай жасалған. 3-ке жасайсыз. 3-ке жасайсыз, көрсетесіз, халыққа, нарыққа көрсетесіз, қасыңыздағылар көрсетесіз. Мынау қалай, саған алатын бедің, алмайтын бедің. И либо предоплата аласыз, либо оплата аласыз, білмеймін. Әйтеуір адам өзінің фидбэкін айту керек. Маған ұнайды, окей. Ұнайды deyip уже ақша көре алатын болсаңыз, кейін 4-ке жасайсыз. Одан кейін 5-ке жасайсыз. Солай кетеді. Идеально 5-ке жасау ол практически невозможно. Тағы да бір нәрсе, кез келген адамыңда көп таңдау болатын болса, сіздерде де мысалы көп таңдау болатын болса, өте қиналасыз. Яғни таңдау жасауға қиналасыз, әрекет жасауға қиналасыз, қозғалуға қиналасыз. Сондықтан менің ережелерімнің бірі ол бір ғана таңдау қалдыру. Кез келген адамда 2 таңдау болатын болса, жасау немесе жасамау, ол көбінесе жасамау деген таңдауды таңдайды. Ми автоматически солай қабылдайды. Ал мен қиналмаймын. Кез келген тақырыпта мен бір нәрсені таңдайтын болатын болсам, жасау немесе жасамау, мен жасамау деген таңдауды алып тастаймын. Жасамау деген таңдауды алып тастағаннан кейін менде тек қана бір таңдау қалады, ол жасау.
Просто попробуйте сделать. Маған қорқынышты. Мен көп салада мысалы маман емеспін. Қазір осы жаққа шығу, осы жаққа келу маған шамалы қиындау болды. Өйткені действительно аудитория басқа, аудитория үлкен, басқа қала. Сол секілді жасау немесе жасамау кезінде просто аласың, жасайсың. И потом уже все, меня ругают бастықтар. Так, қателік және жеңіс. Қателік айтып өттім, мен 80 миллионға түстік. Қателік негізі мына қарапайым бір нәрсені айтып өтейін. Осы ең бір жақсы сіздерге стимул болсын. Жеңіс негізі үлкен тәжірибеден тұрады. Ал тәжірибе есе көптеген қателіктердің жиынтығы. Қайталап өтемін. Жеңіс ол үлкен тәжірибеден тұрады. Тәжірибе есе көптеген қателіктерден келеді. Сондықтан қателік жасауға қорықпаңыздар. Қателік ол нормальный нәрсе. Қанша басында көп қателік жасаған болсаңыздар, сонша кейін тез дамисыздар. Так, нетворкинг экспансия міндетті түрде жазыңыз. Қазір 21 ғасыр век интеллектуального труда, 20 ғасыр век физического труда еді біздің ата-аналарымыз кезімізде. Қазір век интеллектуальный труда. Сонымен интернет бар, фейсбук бар. Жаңа мысалы мына жерде Үміт Шаяхметова ханым отырды, мына председатель, зам председатель отырды. Керек болса сразу просто контакты фейсбукке жазыңыздар, маған жазыңыздар. Мына жерде қанша вайнерлер, блогерлер, басқа адамдар келді. Ұялмаңыздар, просто жазыңыздар. Первая попытка, вторая попытка, жаңағы мысалы айтып өтті, инвестиция қанша попыткадан алды деген. Білесіздер, ана KFC полковник Сандерс 1900 рет өзінің рецептін предлагать еткен, 1900 рет отказ алған. Сол секілді нетворкинг жасаңыз, нетворкинг сіздің қоршаған ортаңыз 80% сізді жеңіске алып келеді. Жеңіске сіздің қоршаған ортаңыз алып келеді, 80%. Сондықтан маңызды өзіңіздің қоршаған ортаңызды қай жерде 10 жылдан кейін болғыңыз келеді, 5 жылдан кейін болғыңыз келеді, сол қоршаған ортамен міндетті түрде өзіңіз қамтамасыз ететін болсаңыз, ол жеңістің 80%-ын алып келеді. Мүмкіндік өте көп. Google жаңа айтып өтті, YouTube, мен жылдар бойы уже түнде қараймын. YouTube-ты, Google-ды таңда мен постоянно 4,5-да тұрам. Басқаларда көбінесе 12 ай болатын болса, бір жылда менде 13 ай. Кішкентай кезден бері солай қалыптасып келе жатыр. Өйткені бүгін 5 маусым 2019 жыл, ол бір-ақ рет өміріңізде болады. Бүгін қайталанбайды. Бүгін осы таңнан кешке уақытқа дейін болған уақыт сізде өміріңізде бір-ақ рет беріледі. Осы бір күннің ішінде болатын мүмкіндіктер, кездескен адамдарыңыз, соның бәрі нетворкинг, просто ұялмай, қызармай, эго, коронаның барлығын шетке алып қойып, просто әрекет жасай берсеңіздер, бір жыл өтеді, 2 жыл өтеді, 3 жыл өтеді, өте керемет бір жағдайға жетесіздер, өте керемет бір жетістікке жетесіздер. Ал достар, Атамекен академияға мен видео жасаған болғанбыз, видео сабақтар, олар тегін 10 видео сабақ, соны кіріп Атамекен академиядан көрсеңіздер болады.